Бектеміров Анур Талғатұлы, Ғұмарбек Дәукеев атындағы Smart Power Grid тақырыптық ғылыми зерттеу зертханасының меңгерушісі. 1993 жылдың 24 маусымында Алматы қаласында өмірге келген. PhD студенті, жетекші ғылыми қызметкер. Бір патент, бір кітап және 10 ғылыми мақалалардың авторы. Қазақстанның бірыңғай электроэнергетикалық жүйесіне арналған бірнеше жұмыстарды орындаған. Я в основном занимаюсь по высокому классу напряжения. Здесь мы сейчас переходим на предиктивку. То есть Мен кернеудің жоғарғы классымен айналысамын. Біз қазір предиктивтік модельге ауысудамыз. Яғни алдағы тәулікте қуаттың желісі бойынша ауысуын сараптайтын жүйені орнатудамыз. Сәйкесінше берілу үшін желге үлкен қуатты жүктеуге болады. Осы арқылы бұл оңтүстік аймақтың тапшылығын жабады. Сондай-ақ Қазақстанның оңтүстік аймағындағы тұтынушыларды қамтамасыз ету бойынша ортақ мәселелерді шешеді. Одан бөлек энергетика жүйесі тұрақты жұмыс істейтінін де ескеру қажет. Мы делаем разработку алгоритмов на сутки вперед. Біз алгоритмдерді бір тәулік алға қойып құраймыз, және осылайша ауысымдарды сараптаймыз. Сонымен қатар, бізде электростанцияларына байланысты бағыттар бар. Мысалы, APB реттеуші бар, оңтайландыру және электростанцияларының жұмыстары. Олар станцияның қозуын реттейді, яғни энергетика жүйесіне қарай қандай да бір желілер өшіп қалмауын қадағалайды. Ресейде де, Азия елдерінде де дәл осылай жұмыс істейді. Олар Қазақстанның бірыңғай электр жүйесіне әсер етуі мүмкін, және тұрақтылықты сақтайтын негізгі құрал ретінде ірі электростанциясын жатқызуға болады. Реттегіштерді баптау жұмыстарына үлкен байыппен қарап, мұқият болуымыз қажет. Себебі олар қажетті уақытта электр энергиясын бөлуді немесе азайтуды дұрыс жасау керек. Осының барлығы жұмыстардың тәртібіне байланысты болады. Осы жақта біз Қазақстандағы ең алғашқы RTDE жабдықтарына ие болдық. Ол да біздің зертханада орнатылған. Осы айтылғанның айналасында ғылыми зерттеулер жүргіземіз. Біз энергетика жүйелерінің сандық жүйесіне көшу кезеңіндеміз. Қазіргі таңда барлығы модельдеумен айналысудамыз. Жұмыс үдерісінің барысында физикалық тұрғыдан қарастырып, тереңірек зерттеуге мүмкіндік алдық. Уже пытаемся все процессы физически посмотреть и уже более глубоко изучить.